негізі әйел адам соны сұрау арқылы дұрыс түсінсең, әр жамандықтың жақсылығы бар негізі. Дұрыс қарасаң, негізі сол зат сені шыңдау керек. Сені ана былай айтқанда жатқан жерінен сені оятып тұрғызып жатыр. Соны еңбектенуге оятып жатыр. Негізі дұрыс түсінсең. Басыңды істей. Жұмысты шеш, еңбек етші, жата берме деген сияқты ана неде келеді ол. Ер азаматтың мындай қасиеті бар ер азамат бақытсыз дейді да. Мойындағы қырсық, желкедегі қырсықтық дейді да. Ер азамат қырсықтық болмау керек. Желкедегі қырсық дейді да. Шынтақтағы маубастық дейді да. Жамбастағы жалқаулық дейді да. 3 қасиетті болса ер азамат. Осы себептен сол жетістікке жете алмай жатыр да. Қырсықтығы, мен бірінші айтсам дұрыс сөз болса қырсығады желкедегі. Мынау жата береді маубастан. Мынау жалқаулығы бар жамбастағы. Сол себептен сен анам бәлкім сол жетістікке жетпей жатқан шығарсың деп бүйтіп көзқараспен қарауға болады. Былай қарасаң жаңа не орын ба? Былай қарасаң мынау мен шаршатты деп айтуы мүмкін. Мен жеп былай басым ауырып